2020 жылы 16 тамызда бұрынғы президент Назарбаевтың жиені Айсұлтан Назарбаев жұмбақ жағдайда көз жұмды. Биыл оның қайтқанына 2 жыл толды. Осы орайда халық үні тілшісі Айсұлтанның әлеуметтік желідегі жазбаларына шолу жасай отырып, қаңтардан кейінгі оқиғалармен сәйкестігін анықтап көрді. Әлеуметтік желіге Айсұлтан Рахат деп тіркелген ол, 2 жыл бұрын биліктегі туыстар жайында бірнеше өткір мәлімдемелер жасап, оларды жемқор деп айыптаған. Дариға Назарбаева мен Рахат Әлиевтің екінші ұлы Айсұлтанның мұндай тосын жазбаларын жұртшылық таңырқай қабылдады. Оның әлеуметтік жазбаларында Құдай жеткізуімді сұрады деп келетін болжамдарының арасында тура келгені де бар. 2020 жылы 22 қаңтарда Айсұлтан алғаш рет қатарынан 3 пост жазып, онда анасы Дариғаның атын атай келе өміріне қауіп төніп тұрғанын хабарлады. Онда атасы мен әкесінің өлімнен есеңгіреп қалғанын, нағашы атасы Назарбаевтың қолдауымен нашақорлықтан құтылуға уәде бергенін айтқан еді. Осы оқиғаға дейін Айсұлтанның осы бір әрекетіне қатысты оның туыстары мен Қазақстан билігі үнсіз қалуды жөн көрген. Тек аталған даулы жазбаларға қатысты билік өкілі ретінде сол кездегі ақпарат министрі Дәурен Абаев жазбаның белгілі бір адамдардың манипуляциясымен жазылғанын мәлімдеді. Министр есірткіге тәуелді адамның мәселесін пайдаланып, арзан рейтинг қумауға шақырды. Адамның бақытсыздығынан құралған барып тұрған арзан рейтинг тақырыпты жабу қажет. Бұл оқиғалар Нұрсұлтан Назарбаевты дискредитациялау амалы, лас ойын. Мұндай мәселелер жазасыз қалмайды, деді Абаев. 400 адамнан тұратын салафиттік топ орманда жасырынған. Айсұлтанның 2020 жылғы 6 маусымдағы елбасы айналасындағы топтың билікті басып алуға дайындалып жатқаны туралы жазбасының биылғы қаңтардағы оқиғалармен ұқсас тұстары бар. Ол белгілі бір адамдардың 400 адамнан тұратын салафиттік топқа демеушілік жасайтынын, олар тау мен орманда жасырынғанын хабарлаған еді. Бір Алла тағала Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа оның айналасындағылардың қалыптасқан салафиттер топқа демеушілік жасап, қажетінің барлығы мен соның ішінде қару-жарақпен қамтамасыз етіп отырған жеткізуді сұрады. Олардың саны 400-ге жуық. Олар билікті күшпен басып алу үшін барлық қажетті қару-жарақпен қаруланған. Орман мен тауда жасырынған. Кейбіреулері орталық Қазақстанға, Астанаға жақын маңайға көшірілді. Спутникпен және радиолокациялық барлау оларды оңай таба алады. Бұл олардың екінші жоспары. Бірақ бұл болмайды, өйткені альфа мен омега басы мен соңы осылай деді, деп жазды. Алайда көпшілік Айсұлтанның дуаға қатысты түсініксіз жазбаларын салмақты қабылдамады. Оның Құдай жеткізуімді сұрады деп басталатын жазбаларын келемежге айналдырып, голливудтық режиссерлермен жұмыс істеген жөн болатындығын айтып пікір жазды. Айсұлтан 3 күннен соң тағы да пост жазып, Владимир Путинге Қазақстанда жоспарланған төңкеріс туралы барлау мәліметтерін жеке Назарбаевтың қолына беруді сұрады. Ол мұның артында ақш орталық барлау агенттігі тұрғанын атады. Қазақстанда төңкеріс әрекетінің артында ақш-тың арнайы қызметтері, атап айтқанда CIA тұрды. Олар салафиттерді және радикалды ағымдардың исламшыларын пайдаланды. Мұның бәрі не діни, не ұлтшылдық негізде басталады. Ресейді қоршап, оны бейтараптандыру үшін Ресейде хаос орнату басты міндет болды. Бұл жоспар 1995 жылы жоспарланған болатын. Президенттің жақын ортасы да қатысты. Бұл мұқият ойластырылған операция болды, деді Айсұлтан Facebook парақшасында. Мемлекетке опасыздық жасаған топ ұсталды. Айсұлтанның жазбаларында айтылғандай 2 жылдан соң биылғы қаңтар оқиғасы кезінде мемлекеттік төңкеріс жасауға талпынған қылмыстық топ ұсталды. Президент Тоқаевтың өзі ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс сессиясы кезінде әскери іс-қимылдың бір орталықтан үйлестірілгенін айта келе, олардың мемлекеттің төңкеріс жасау ниеті болғанын айтады. Мемлекетке опасыздық жасау, билікті басып алуға әрекет жасау және аса ірі мөлшерде пара алу бойынша 15 қылмыстық іс қозғалып, алғашқылардың бірі болып Кәрім Мәсімов пен 3 орынбасары қамауға алынды. Сондай-ақ 19 сәуірде ұлттық қауіпсіздік комитеті тыңшылық еткен, мемлекетке опасыздық жасаған, мемлекеттік құпияларды заңсыз жинап жария еткен деген күдікпен тағы бір топ адам ұстағанын хабарлады. Қозғалған қылмыстық істер құпия болғандықтан өзге ақпараттар жария етілмеді. Сол сияқты Алматыдағы шеру кезінде ұйымдасқан арандатушы топ көше бойын түгел қиратып, мемлекеттік ғимараттарды өртеді.
Бас прокуратура жаппай толқуға ұласқан митингілер кезінде ұйымдасқан қылмыстық топтар, деструктивті діни ағымдардың мүшелері қатысқанын мәлімдеді. Ұсталған қарулы топ арасында Дикі Арман лақап атымен танылған Арман Жұмагелдиев те бар. Қаңтардағы бүлік кезінде оның қасында жүрген кәсіпкер Қайрат Құдайберген де қазір қамауда отыр. Қазір барлық қылмыстық істер бойынша 286 күдікті ісі тіркеліп жатыр.